Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге жаңа жылға арналған жасалуы оңай сағат салатын жасап көрсетемін. Салаттың ең төменгі қабатына тауық етін ұсақтап турап саламыз. Мен тауық етін суға пісіріп алдым. Туралған тауық етін тарелкаға салып, дәміне қарай тұз сеуіп, үстіне майонез жағамыз. Консервіленген жүгері саламыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Және тағы да майонез қабатын жасаймыз. Үкіштің үлкен тор көзінен жұмыртқаны өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Және тағы да майонез жағамыз. Ендігі кезекте үкіштің ұсақ тор көзінен кез келген ірімшікті өткізіп алу қажет. Міне салатымыз дайын, өте тез жасалды. Енді әсемдеуіне көшеміз. Ол үшін сәбізді суға пісіріп алып, осылай видеодағы көрсетілгендей орналастыру қажет. Петрушканың жапырақтарын да осылай жеке-жеке орналастырып шығамыз. Оның үстіне жаңағы дөңгелетіп туралған сәбізімізді орналастырамыз. Енді кондитер қапшығына немесе целлофанға майонез салып, осылай сандарды жазып шығамыз. Укроптан сағаттың тілін жасаймыз. Біздің салатымыз толықтай дайын болды, өте жеңіл және жылдам жасалады, өте нәзік болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айзат, астарыңыз дәмді болсын.